ертеде отырарда сенер жеткен өлкеде екпірмай тек білімнен басқаға қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар өсті, қатар жүріп ән салды, қатар жүріп қыва атанды қарсы алды, қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады, асықты. Екеуіне назар бұрды елерек, өйткені олар дарын деді керемет. Таңдайыңыз өріс тоймен татымақ, деп қуана езу татты атырап. Ал дарындар медресені тауысты, 12-ге жасырытпей жатпақ. Отырарда жан жойқын дария, бар еді бір қария. Сол қария бір күн екі шәкіртті құрметпенен өз үйіне шақыртты. Балалар, балақандар көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Қандай жасын? Кімсіңдер? Қандай арман жетегінде жүрсіңдер? Болашақта кім боласыңдар? Деп сұрақ қояды ғой. Сол кезде жалғыз арман бар менде. Шектесетін қулықпен де, армен де. Ұлы баба, менің арманым сәулеге кіріп шықсам деймін, жан баба дейді. Сол үшін сабағымды оқып отырмын дейді, дойлайтады. Сабағымды сол үшін оқып отырмын. Сәулеге барлық елге сауда саттық жасауға сол елдің тілін білу керек қой. Сол үшін де мен тілін біліп үйреніп жатырмын дейді. Ай, балам, жері қуыпсың. Неге мұнша жер 90-дай суықсың? Бағымызға туған дарын болар деп қуанып сорымызға туыпсың, сор боларсың. Одан не мән табарсың? Мүмкін арманыңды қайта қарарсың. Арманыңды өзгерт арман, жан баба. Ал сен қалай бағыштадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды деп әрді. Менде де бар арман. От боп маздап шақыратын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парызбенен, махаббаттан құралған. Шамын жақсам білімменен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау. Не де болса, пешенемнен көремін. Мейлі мәңгі жарылмайын кейінге, мейлі түйір нан қалмасын үйімде, мейлі ұлымның еңбек етіп арымен, жүргендігін ұғынбасын қалың ел. Қарлы боран, қыран жолын бөгерме, өз біліміммен тасып толам кемерге. Мен өзіме риза емеспін елімнің мақтанышы бола алмасам егерде. Біреуінің арманынан шошып ем, біріңіздің лезіне мәлім майрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Солай мен өмірден кетермін. Ал жарайды, батам болса барыңдар, отырарда туған ұлы дарыңдар дейді. Ал дойын солай өзгертпеді шешімін. Сауда оған жылдам, дәулет оған жылдам ашты есігін. Қазанға арнап салтанатын етті де өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек дүниеге деген құмарлық оны ашындырып бітеді. Ал әбуше кеңге жайды ол қанатын. Әбуіміз әрі ғалым әрі ақын, әбуіміз біздің ұлы бабамыз, Әбу Насыр әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін қаламда, үлкен бақыт табу үшін қаламда, үлкен болып қалу үшін қаламда, үлкен арман керек екен адамға дейді. Ал сендер өздеріңнің жеріндегі өзіңнің орныңды тауып, өзіңнің өміріңді арманға қарай, қазақ деген атты арманға жету үшін арман керек. Ол арманға адаспай жететін күш қайрат керек. Білім ең бастысы білім керек.